Кайырлы күн, сіздермен бірге Ләззат. Бүгін үй жағдайында Рафаэлло дайындайтын боламыз. Ең алдымен кокос ұнтақтарын және де қойылған сүтімізді бір келкі масса болғанға дейін толық араластыратын боламыз. Қолымызға кокостарымыз жабысып қалмас үшін шамалы су майлап алып формаға келтіретін боламыз. Өздеріңізге ұнаған кез келген дәнді ортасына салып, формасын келтіріп, кокос ұнтағымызға толықтай аунатып алатын боламыз. Ары кетсе бір 10-15 минут уақыттарыңызды алатын, шайға өте дәмді әрі ерекше болып шығады. Барлықтарыңызға дайындауға кеңес беремін. Неге біздің де Рафаэлломыз дайын болды. Сіздермен болған Ләззат. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер, ас болсын.